қалды үйге. Қалайсың? Жақсы. Күшті. Қанша уақыт екеуміз кездеспей, 20 күнде бұл қыз Таиландқа барып келді. Мамасымен, жігермен қып-қарашқа болып күйіп кетті. Загар алып әдемілеп. Қалай демалдың? Көрініп тұр ма демалып келген деп ше. Етімен алмадай болып тұр. Иә. Ұятым ойланып жатыр ғой. Қалай екен шетел? Біз үйден шыға алмай отырмық мына жерде. Сенен әңгіме күтіп. Қожастармен де үйде отырыңдар. Саулықта қанасыңдар да ше. Айтып айтсам ма деп. Тота мен қазір көрсету керек. Мына жақта мен балама деген бота деген тамақ әкеп. Да, дома. Мындай бота осындай тамақтар алып келді. Біздің Османчикқа толтырып барлығы новый, қараңыздар. И мына жерден де Багуан саунасын алып келді. Но мен шілде терімді шығаратын болам бұйырса. Сол, в общем, әңгіме сондай. Всем хорошего вечера. Папамыз шықты прогулкаға. Баласын алып. Оля, не істеп жатсың, Ерасыл? Я пещерный дайвер. Ана колясканың коробкасына кіріп, істемейтіні жоқ қона баланың. Пещерный дайвер. Колясканы аштық бағана. Ампатин саламыз деп таңертең просто ұйқым до такой степени қатты келгеннен ампатин ешнәрсені түсірген жоқпыз, короче. Коляска күшті екен, люлькасы отдельно алынады, өзі коляскасы отдельно, то есть 4 жастағы балаға дейін қолдана беруге болады, сонда күшті. И знаете, что я вам скажу? Это 130 сантиметров, а я 125. Что, ты маленький, да, получается? Да. Если я там застряну, это реально будет страшно. Картон сильный. Бізде мен бешбармақ жасағам, бәрі шошылып жатыр. Бешбармақ жеп алдық. Кешкі асқа папамыз әлі жоқ. Папамыз 2 қызы келген Шымкенттен, сонымен соларды ойнатуға кеткен болатын. Енді ол да бешара біресе Османға көңіл бөліп, біресе Ерасылға, біресе 2 қызына, жан жақта, мына жақта мен еще депрессия болып жетіп отырмын. Кеш деп сағат 9 болды, әлі жоқ, мен нервім жетіп отырмын. Басқа айтатын әңгіме жоқ, не айтайын басқа? Қарным, наконец-то кешке таман прям өліп баратырмын қарным ұрсы. Мен ет салдым тамақ істегенге баламен неудобно болды. Мен кішкене бір сүрленген ет бар еді, сол сала салдым да. Тамағымызды жеп алып, Ерасыл бешерамда қарны ашып кеткен, мама қанша минуттан кейін піседі тамақ деп прям шыдамай кеткен ғой. Покушали, да, вдвоем? Да, вкусно. Еще домик придумал. Придумывать өте бұл. Негізі әр сәттен удовольствие ала біліп те керек та. Мысалы, енді постоянно далада селтег кетіп жұмыста жүрдік, оның алдында тойға шығып деген сияқты. Ал қазір енді босанғаннан кейін бір какое-то переосмысление болады, любой анада, өйткені үйде отырғаннан кейін ойланасың, басқалай бір ойлар келеді. Кейбір кезде депрессияға да түсіп кететін кездерім болады. Бірақ біздің былай қарап отырғанда 40 күніміз бар да, баламен прям вплотную 24/7 қасында болатыны ше. Одан кейін ары қарай уже 40 күн өткеннен кейін жұмыстарымызбен ары бері отлучаться кетеміз, ақыл айтып отырмыз да. Сөйтіп шығамыз да. Енді иногда мысалы 24/7 бола алмаймыз да баламен. Сол үшін қазір енді осындай уақыттан да удовольствие алу керек шығар деп жатырмын. Мұшық болған-ау. Папасы келді, арыстан келді, арыстан. Қалайсыздар? Ауызашардан үйге келдім. Үйде жақын күндері мен чайнигім өртеніп кетті, жанып кетті. Үйде чайник жоқ. Енді қазір су ішкім келіп тұр, қайнаған. Ол үшін плитаға кастрюльдің ішіне су қайнатып, содан ішеміз. Ертең Каспийден заказ бере салам чайникке. Кішкене тамағым отырып қалды. Маған найда Лиза Бак дегенді ал деді. Мынандай таблетка. Көреміз. Алматыда -1 градус. Өте суық болып кетті аяқ асты. Қыс болып кетті қайтадан. Бағана дайрект ақтарып жатырмын ғой. Менің сондай әдетім бәрі таңғалады. Сен барлығын оқисың ба, ашасың ба? Я қолдан келгенше, шамам жеткенше бәрін ашам. Егер дұрыс хат болса жауап беруге тырысам. Андай қарғыс бір нәрсе болса, олардың барлығын бірін қалдырмай блоктауға тырысам. Неше тіл жазады ғой. Алдында да бірнеше хат алып кішкене көңілім түсіп қалған. Бірақ ондайларды бірден блокирую. Ал негізінде көп хаттарды алдым. Сол кезде басқа қалалардан біздің қымызды сұрап жатыр екен. Біздің енді ол жеңгемнің ағасының өнімі ғой. Осы жерде Алматының шет жағасында Белбұлақ деген жерде өздерінің фазендасы бар. Қымыз, шұбат, бәрі өздерінікі. Сол жайлы сұрап жатыр екен.
сол қымыз, ол жерде саумал бар, саумал сабын бар, бетке арналған крем мылы, шұбат бар, саумалдан жасалған құрт бар, саумалдан жасалған крем бар, қымыздары қандай, саумал, ол жерде саумал терапия бар, барлығы бар. Қазақстанның кез келген қаласынан сол жерге жатып емделсеңіз де болады. Олар өздері курс қанша күн болатынын, денсаулығымызға байланысты қанша рет ішу керектігін өздері түсіндіреді. Әдетте мен былтыр 2 ай жаттым ғой. Өте күшті, тамаша. Қымыздары да балдай, саумал деген тәп-тәтті күшті қант қосылған сияқты, барлығы таза, өте күшті, және біз де қонақтарымызға ұсынған едік, бәріне ұнады.